Всем привет, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып отырсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі тақырып менің өмірімді өзгерткен 5 жағдай. Бірінші жағдай ол 11 сынып кезінде өзімнің таңдауымды таңдап, қалауымды білуім. Яғни мен осыны қалаймын, все, менің таңдауым осы деп, соны таңдап, до конца баруым. Яғни 11 сыныпта мен юрист мамандығын өзімнің қалауым ретінде таңдадым. И сол таңдау бойынша жұмыс жасап, оқып, білім алып, сол мамандыққа оқуға түсіп, қазіргі таңда жемісін көріп отырмын. Бірінші жағдай ол. Екінші жағдай университетке түскен сәтім. Университетке түсу ең күшті сәттердің бірі мен үшін қатты ұнайды. Себебі университетте мен өте ерке болғам, и еще әртүрлі нәрселерді жақсы көргенмін ғой. Әртүрлі стильде киінетінмін. Әртүрлі прическада баратынмын әр күн сайын. То иногда былай болып баратын кездерім болған. Иногда былай бүйтіп жинап алып, аяқтарын өріп, то кекілімді былай кесіп, өзім кесіп, короче, сөйтіп баратым. И еще әртүрлі киімдер, розовый, жасыл, сары, ешкім кимейтін түстер болады. И сол түстерді киетінмін де мен баратым. Сол кездегі менің сенімділігім сондай нәрселерге, дәрежелерге жеткізгенді. И қазір қарап отырсам, сол кезде мен әртүрлі киімдерді, прическаларды көрмесем, қазір мені өзіме не жағады, не ұнайды, қалай киіну керек екенін білмес едім. Қазіргі уақытта өзіме ұнайтын, өзіме жарасатын стильді таптым, прическаны таптым. Сол себепті сол уақыттағы менің практикам өзіме қатты ұнайды. Себебі ол маған көп тәжірибе берді. Ең маңызды нәрсе осы сәтте түсінгенім, бір көрген адамға сенің сыртқы киімің әсер етеді. Сен адаммен жолықтың, жаңадан келген, и сол адамға егер сенің стилің, көзқарасың, жүрісің бірден ұнаса, онда сен ары қарай да біліммен жоғарылата аласың. Өміріме әсер еткен үшінші жағдай ол адамдармен араласу. Әртүрлі адамдармен араласу, ол тек қана онымен сөйлесіп уақыт өткізу емес, онымен даму, өсу, білім алу, и еще энергия алмасу. Ең маңыздысы энергия алмасу. Өте жақсы энергиядағы білімді азаматшамен сөйлескен кезде, оның энергиясы саған барады, сенің энергияң оған барады. Сөйлескеннен кейінгі сенің состояние өзгергенін, онымен сөйлесіп болып кеткеннен кейін, үйге барғаннан кейін білінеді ғой. Сен одан сайын дамығың келеді, одан сайын жұмыс жасағың келеді. Осы моментте түсінгенім, көп адамдармен араласу керек. Өзі адамдар келеді. Сен егер жақсы болсаң, жақсы адамдар өзгерек деп айтады ғой. Білімді болсаң, білімді адамдардың қасында жүресің. Больше адамдармен араласқан кезде өзіңнен жоғары адамдармен араласу керек деп естідім. Сол себепті өзімнен жоғары адамдармен бірінші араласып бастадым. Сол дәрежеге жету үшін білім алдым. И сол арқылы сөйлесіп бастаған кезде мен одан сайын өсіп бастадым. Осындай тәжірибе менің өмірімді өзгертуге әсер етті. Төртінші жағдай ол менің Астанаға қайта келуім. Астана мен үшін ең әдемі қала. Қатты ұнайды. Қысы ең бірінші келген жылы өте суық болған. Суық болған кәдімгідей. Қазір жылы. Осы Астанаға оқуға түстім. Оқуға түскен жылдары мен кәдімгідей дамыдым, өстім. Даже мен өзім елестетпеген ортаға түстім. Сол ортада жүрген кезде мен де оларға ілесемін деп, одан сайын дамыдым, өстім. Солай Астанаға енді таразда жұмыс жасап жүріп, Астана қайттан келген кездегі чувство ол вообще бөлек болды. Астанаға қайта келген күні мен Астананы көрген кезде шабыт алдым. Вот менің қалам.
мен көре аламын осы жерде мотивация аламын, дами аламын деп ойыма күшті бір ойлар келді. Қазір соны жасаудамын да. Ол сіздерге де байқалады деп ойлаймын, өміріме қалай әсер етіп жатқанын. 5-ші жағдай ол өзімді таңдау. Ең бірінші всегда өзімді таңдау. Сен не қалайсың, сен не істеп жатсың, денең шаршамады ма, қалайсың, жақсысың ба деп өз денеме сөйлесетін болдым. И даже мен өзімнің денеме бірінші внимание бөлем. Сен Жұлдызай, барлық денеңмен мен сені жақсы көремін. Мен даже өзіме айтам, Жұлдызай, мен сенің денеңнің бүкіл жерін жақсы көремін. Бүкіл мына түріңді жақсы көремін деп өзіме бірінші внимание бөліп бастадым. Мен отбасыда негізі махаббатқа бөленген қызбын. Мені еркелетіп өсірген. Мен сол еркелікке, махаббатқа үйреніп қалғанымда біреу суық бір бәле десе, мен сразу ренжіп жылап қалатын кездерім болған даже. Кейін өзіме түсіндім, что мен алыстаған кезде мен семьямнан алыстадым, Астанаға келдім деген сияқты. И сол кезде внимание кішкене чуть-чуть бүйтіп жетпей сондай болды да, кейін түсіндім, что мен бірінші өзіме беруім керек. Өзім бірінші внимание беріп жақсы көрсем, сол кезде мен басқалардан күтпеймін деген сияқты. И өзіме қалай внимание беріп бастадым. Жұлдызай, мен сені жақсы көрем, сен өте әдемісің деп осылай кәдімгідей айтқан кезден бастап өзімді больше жақсы көріп бастадым, и мені де больше жақсы көретін адамдар пайда болып бастады. 5 жағдай менің өміріме қатты әсер етті, и осы жағдайлардың болғанына мен өте рахмет айтамын, шүкір етемін, что осындай жағдайлар арқылы маған әртүрлі оқиғаларды беру арқылы маған үйретті. Осындай жағдайлар иногда адамның өміріне өте үлкен сабақтар береді. Осылай, менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Всем пока!